Көптен күткен күзде келіп жетті. Айналамыз алтын түске боялып, табиғат одан әрі әсемдене түсті. Күз мезгілі ауа райы жылыдан суық айналатын ерекше мезгіл. Айналаның бәрі алтын сары жапырақтармен әсемденіп, көз тартатын көрініске айналды. Айналамыздағы табиғатқа көз жүгіртетін болсақ, есімізге ұлы ақындарымыздың өлеңдері есімізге түседі. Дұрыс айтасың, Ибрагим. Мысалы, Абай Құнанбаевтың күз деген өлеңін алып қарайықшы. Сор бол, түсі суық, қаптайды аспан. Күз болып, дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін, тойғаныма, тоңғаныма, жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай. Жастар күлмес, жүгірмес, бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Біз жаңа айналаға түскен жапырақтардың түсі алтын түске боялады дедік. Бұның сыры неде екен? Шындап та, неде? Оның сыры жаз мезгілінде жапырақтар фотосинтез процесінің арқасында күн энергиясымен толысып, жапырақтарға жасыл реңк береді. Ал күз мезгілі түскен кезде осы фотосинтез процесінің ең негізгі бөлігі күн сәулесі аз түскеннен кейін хлорофилл дәндері ыдырап, оның әсерінен каротиноид атты жасуша бөлігі жапыраққа қызғылт және қызыл түсті бояуларда реңктер береді. Міне достар, ақын атамыз күз өлеңі арқылы бізге күздің осындай әсемдігі мен әдемілігін бізге көркем тілде жеткізіп отыр.